Hi there, in today's lesson, we'll learn about the present continuous tense. Бүгінгі сабақта present continuous туралы білетін боламыз. Let's get started. Present continuous шағы созылмалы осы шақ дәл қазір болып жатқан әрекетті сипаттайды. Continuous аты айтып тұрғандай әрекет жалғасып жатыр. Мысалы, мына қыз қазір оқып отыр. Ол ұйықтап жатқан жоқ. She is reading. Ол оқып отыр. She isn't sleeping. Ол ұйықтап жатқан жоқ. Present continuous шағының жасалуы am, is, are етістіктері қолданылып, негізгі етістікке ing жалғауы жалғанады. Болымды сөйлемнің формуласы алдымен бастауыш, яғни subject қойылады, сосын am, is, are етістіктері, одан кейін ing жалғанған етістік қолданылады. Example, I am talking. Мен сөйлесіп жатырмын. He is talking. Ол сөйлесіп жатыр. She is talking. Ол сөйлесіп жатыр. It is talking. Ол сөйлесіп жатыр. He, she, it есімдіктері ол деп аударылады. He деп ұлдарға, she деп қыздарға, it деп жансыз заттарды немесе жануарларды айтамыз. We are talking. Біз сөйлесіп жатырмыз. You are talking. Сен сөйлесіп жатырсың. Сендер сөйлесіп жатырсыңдар. They are talking. Олар сөйлесіп жатыр. I am, he is, we are деп толық айтпай қысқартуға болады. Мысалы, I am, I'm working, I'm swimming. He is, his, she is, she's, it is, its. We are, we're, you are, your, they are, their. Ал болымсыз түрді жасау үшін am, is, are етістіктерінен кейін not сөзі қолданылады. I am not talking. Мен сөйлесіп жатқан жоқ. He is not talking. Ол сөйлесіп жатқан жоқ. She is not talking. It is not talking. Ол сөйлесіп жатқан жоқ. We are not talking. Біз сөйлесіп жатқан жоқпыз. You are not talking. Сен сөйлесіп жатқан жоқсың. They are not talking. Олар сөйлесіп жатқан жоқ. Болымсыз сөйлемде I am not деп толық айтпай-ақ, I am not деп қысқартуға болады. He is not, he isn't. Немесе he's not. We are not, we aren't. Немесе we are not. You are not, you aren't. Немесе you are not. They are not, they aren't. Немесе they are not. Сұрақ қою үшін am, is, are етістіктерін бастауыштың алдына шығарамыз. Example, am I talking? Мен сөйлесіп жатырмын ба? Is he talking? Is she talking? Is it talking? Ол сөйлесіп жатыр ма? Are we talking? Біз сөйлесіп жатырмыз ба? Are you talking? Сен сөйлесіп жатырсың ба? Are they talking? Олар сөйлесіп жатыр ма? Сұрақтарға қысқаша жауап беру үшін yes және no сөздерінен кейін есімдік пен етістікті қолданамыз. Example, сұраққа иә деп жауап беру үшін yes, I am. Жоқ деп жауап беру үшін no, I am not. Yes, he is. No, he is not. Немесе no, he isn't деп жауап беруге болады. Yes, we are. No, we are not. Немесе no, we aren't. Яғни есімдіктен кейін етістікті қолдандық. Қай есімдікті және етістікті қолдану керектігін білу үшін сұраққа қарап айта аламыз. Мысалы, are they talking? Олар сөйлесіп жатыр ма? Иә болса, yes, they are. Жоқ болса, no, they aren't болады. Present continuous шағы
қазіргі уақытқа қатысты әрекеттерді айтқанда көмекке келеді. Example, we are having dinner now. Біз қазір кешкі ас ішіп жатырмыз. The children are playing in the garden. Балалар бақшада ойнап жатыр. Granny is looking for her glasses. Әже көзілдірігін іздеп жүр. To look for фразалық етістік табу, іздеу дегенді білдіреді. The weather is nice at the moment. It's not raining. Дәл қазір ауа райы жақсы болып тұр. Жаңбыр жауып тұрған жоқ. Ал етістіктерге ing жалғанғанда кейбір етістіктер өзгереді, соған мән берейік. Егер етістік дауысты және дауыссызға аяқталса, соңындағы дауыссыз екеу болады. Мысалы, swim, swimming. Swim деген етістікте I дауысты, M дауыссыз. M әрпінен кейін тағы M қосылып, ing жалғанады. Run, running. Егер етістік иға аяқталса, ing жалғанғанда и түсіп қалады. Мысалы, write, writing. Smile, smiling. Write, smile сөздерінде и түсіп қалып, T, L әріптерінен кейін ing жалғанған. Егер етістік I, и аяқталса, I түсіп қалып, Y, ing жалғанады. Мысалы, lie, lying, die, dying. Ал егер етістік Y-ға аяқталса, ештеңені өзгертпей ing жалғаймыз. Fly, flying, stay, staying. C әрпіне аяқталған етістіктерді өзгертпей, K әрпін қосамыз. Mimic, mimicking. Бірақ мұндай етістіктер көп емес. Present continuous жағының тағы бір ерекшелігі love, know, hear, hate деген эмоцияны, сезімді білдіретін сөздер present continuous'те қолданылмайды. Ол туралы толығырақ келесі сабақтан біле аламыз. Қане енді білімізді тексеріп көрейік. Жақшаны ашып, етістікті дұрыс формада қоямыз. Look at Jane. She wear her new dress. She is wearing her new dress. Jane'ге қара. Яғни оқиға дәл қазіргі уақытты көрсетіп тұрғандықтан she is wearing her new dress. It snow at the moment. It's snowing at the moment. At the moment дәл қазір деген маркер сөз болғандықтан it's snowing at the moment. Дәл қазір қар жауып тұр. It есімдігімен is етістігі қолданылады. You listen to me. Are you listening to me? Сен мені тыңдап тұрсың ба? Бұл сұраулы сөйлем болғандықтан are етістігі бастауыштың алдына шығады. Where is the mom? She is in the kitchen. She cook. Мама қайда? Ол ас үйде. Қазіргі уақытта ас үйде не істеп жатқанын көрсетеміз. She is cooking. Ол тамақ пісіріп жатыр. Who vacuum the floor right now? Right now дәл қазір деп аударылады. Дәл қазір еденнің шаңын кім сорғызып жатыр? Who is vacuuming the floor right now? Tom and Sue drink some orange juice now. Tom and Sue are drinking some orange juice now. Том мен Сью қазір апельсин шырынын ішіп отыр. Are етістігін қолдандық, себебі Tom and Sue they, яғни олар болады. They есімдігімен are етістігі қолданылады. Someone knock the door. Can you open it, please? Knock тықылдату. Knock the door есікті тықылдату деп
аударылады. Біреу есікті тықылдатып тұр. Someone is knocking the door. Can you open it, please? Есікті ашып жіберші, өтініш. Jane not do her morning exercise now. She sleep in her bed. Morning exercise таңғы жаттығу. Болымсыз сөйлемге аударамыз. Jane isn't doing her morning exercise now. She is sleeping in her bed. Jane қазір таңғы жаттығуды жасап жатырған жоқ. Ол қазір ұйықтап жатыр.